Баршаңызға сәлем, қымбатты менің көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін ірімшіктен осындай бір әдемі печенье пісірейін деп жатырмын. Сол сіздермен өзімнің пісіру әдісімен сіздермен бөліскім келеді. Менімен бірге аяғына дейін болсаңыздар деген өтінішім бар. Ендеше жұмысымызды бастайық. Маған ол үшін бір ғана алма болса жарайды. Бұл алманы уақтап турап аламыз. Мейлінше уақ болғаны жақсы. Егер асықпасаңыздар, өте уақ қылып турасаңыз, өте әдемі болады. Құрметті менің арнамның қонақтары, менің оқырмандарым, осы видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар деген өтінішім бар. Енді мен турап алған алмамды табаға салып, оған бір кішкентай ғана сары май салып, 2 қасық корица, 2 қасық песок салып, жұмсарғанша ғана газға қойып алам. Бұл менің печеньенің ішіндегі начинкасы болады. Осылай қызып тұрған табада тек біразғантай 1-2 минут қана жұмсартып алатын боламыз. Енді қамырын дайындауға кірісейік. Мен қанша алғанымды описание бөлімінде қалдыратын болам. Мен енді ірімшікпенен бөлме температурасында тұрған сары майымды екеуін жақсылап тұрып араластырып алайын деп жатырмын. Әбден араласқаны дұрыс болады. Менің ірімшігім, ол үйдің ірімшігі, және мен оған қантымды қостым. Және біразғандай ванилин қосам. Және алған ұнымды 3-ке бөліп, жақсылап араластырып алатын болам. Бөліп. Міне мен 2-ші бөлігін салып атырым. Енді 3-ші бөлігін салып, оны мен қолыммен араластырып, қамыр қылып жасап алатын боламын. Міне осындай қамыр шықты. Егер дүкеннің ірімшігі болса, бұл кішкене құрғақтау болады. Менікі үйдің қолдың туыр болғандықтан кішкене жұмсақтау болды, бірақ ештеңе етпейді, жұмсақ бола берсін. Осындай жұмсақ қамыр елеп алуымыз керек. Мен біразғандай ұнды себезелеп, сол ұнменен басып атырым. Міне осындай қамыр шықты. Бұл қамырды енді біразғандай тоңазытқышта ұстап, содан кейін де басуға болады. Мен олай емес, сразу пісіріп тастайын деп жатырым. Өте жеңіл иленеді қамыр. Мейлінше жұқалау қылып суға тырысамын. Маған қайта-қайта ұн себуге тура келіп жатыр, өйткені менің қамырым өте жұмсақтау болып шықты. Сондықтан да мен қамырымды илеген сайын арасына ұнымды қосып жатырым. Дымда етпейді. Енді мен осындай құралымның көмегіменен нанымды бірнеше бөліктерге осындай гүл сияқты қылып кесіп алатын боламын. Құрметті менің көрермендерім, менің арнамда осындай тәтті тоқаштардан бөлек ұлттық тағамдар, қазіргі заманауи салаттардың түрлері трендтағы, сондай-ақ ыссы тамақ,
ұлттық тамақтардың және жеміс жидектердің әдемілеп кесу топтамалары бар. Осы видеоның астында описание бөлімінде мен өзімнің сол видеоларымның сілтемелерін қалдырам. Егер қызықтырса қарауларыңызға болады. Өздеріңізге сақтап алуға, достарыңызбен бөлісуге де болады. Енді мен жаңағы нанымның артық жерлерін алып, оны тағы да пайдаға асыратын болам. Оны елеп қойып жатырмын. Енді арасына начинкаларын саламыз. Онша көп салудың қажеті жоқ, өйткені біздің кесіп алған кесіндімізде шағын ғана, сондықтан тек мен азғантай ғана шай қасықтың ұшымен ғана жайдап салып жатырмын. Осының өзінің дәмі керемет болады. Ішінде корицаның дәмі өте жақсы шығады осындай тоқаштарда. Енді мен осы жаңағы начинкасын салып алған печеньеларымның үстіне екінші қабатын тағы да үстіне жауып жатырмын. Міне осылай қылып жауып алғаннан кейін әдейі жаңағы осындай спашкалардың көмегіменен айналасын беркітетін боламыз. Спашканың басын ұнға тығып алсаңыз, жаңағы жабыспауға жақсы болады. Әдемі узор шығарады. Міне осындай мен айналасын осылай қылып беркітіп жатырмын. Өте көп бір қонағыңызға артығы менен атқаратындай печеньелар шығады. Міне осындай печенье шықты менде. Оны енді мен 180 градуста 30-35 минут қызарғанша пісіріп алатын болам. Міне осындай печенье менде шықты. Үсті де, асты да бәрі пісті. Енді оның бетіне жаңағы сахарный пудраменен әрлеуімізге болады. Күнделікті өзіңіздің шайыңызға тістесеңіз де, бір келе жатқан қонақтарға да пісіре салсаңыз өте ыңғайлы әрі дәмді. Мен өзімнің бейне жазбамды осымен аяқтаймын. Егер ұнап жатса пікір қалдарыңыздар, лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер дегім келеді. Келесі кездескенше.